Biz to'lqisini yeyotdik mamamen. Endi keremет шоколадный медовиктің рецептісін қабыл алыңыздар. Ол үшін 200 грамм зекер, 3 жұмыртқа, 80 грамм мед, сливочный масло 100 грамм керек болды, сода 1,5 чайный ложка, какао 50 грамм, 30 грамм салсаңыздар да бар, және де 350-400 граммдай ұн керек болды. Және де водяной баня жасадым. Бір табағыма секерімді, медімді, сливочный майымды салып, осылай ертіп алдым. Одан кейін ағарып ерігеннен кейін үстіне ұн, какао, содымды қосып, 7 минут водяной баняда осылай араластырып, осындай тесті шығардым. Және де тестіларды осылай ұсақтап бөліп, менде примерно 10 бөлшек шықты 90 граммнан. Осыларды илеп 3 минуттай 240 градуста пісіріп алдым. Және де мына жерде менде крем әртүрлі өзім ойдан шыққан крем, сливка қосылған заварной крем салсаңыздар да болады. Бұл жерде примерно бір 600 граммдай сливка, 33%, одан кейін кішкене қалған творожный сыр, қаймақ қалды, және де сахарный пудра, одан қалса ішіне сгущенка салып, осындай қатты сұйық та емес, қатты қою да емес крем жасап шығарып, осылай тортымды жинап алдым. Енді дәмі керемет шықты. Жасап қарасаңыздар, күштеріңіз көп болсын, жеп қарасаңыздар ас болсын.